ойлаймын. Есімханаға көкпарда төбелес болды. Сол көкпарда сізді машинамен қолады, мылтықпен қолады. Осы туралы өзіңіз айтып кетсеңіз. Енді біз осындай қалған сырдегі жерге көкпарға бардық. Бір көкпар шауып жатыр екен. Сол жерден інім көкпар тартып алды. Сөйтіп ол көкпарды мен алдым да көкпарды басып кетіп салдым. Сөйтіп келіп жаңағы сол жердің жаңағы шабандоздары, атбегілері келіп неге тартып кетесің деп қамшымен жаңағы інімді бір ұрып қалды. Інім оны ұрып қалды, сонан үйіне кетіп жаңағы тірлік істеп, бір-екі мың жылқысы бар шығар, соған сыймай жаңағы кетсе кетер, 5-6 жыл кетер деп жаңағы тірлік істеп жүрген тірліктері ғой оның. Болмаса біз ол көкпар тарту деген нәрсе жаңағы енді көкпардан шықты ол нәрсе. Мысалы біз онан бұрыннан бір қыз берісіп ағайын болып ажырасып кеткен адам емеспіз. Көкпар тартасың, көкпар тартқаннан кейін неге тартасың, неге үйтесің, бүйтесің деген әңгіме сол жанжалға әкеліп тағып жатқан нәрсе сол қазір. Көкпар деген нәрсе негізі тартылатын нәрсе ғой. Біздің кезімізде өзімізден де талай көкпар тартып кеткен. Бізде біреуін тартып алып салған күндер болған ақырын. Қазір тиме дейді. Енді сіз туралы бір әңгіме естік. Баяғыда бір көкпарда сізді жабылып ұрып 4-5 жігіт қамшымен ұрып өзіңіз больницаға жатып шыққан екенсіз. Қазіргі таңда да осындай нәрселер көп болып жатыр. Осы туралы өзіңіз айтып кетсеңіз, неге ондай нәрселер көбейіп? Енді көкпар басып баратқан, мен інім көкпарды ерлан тартып, уже көкпарын тартып атқан, барып та енді арқасынан қамшымен басынан бұрды ғой. Мен інім үшін қалай тұрамын, мысалы, бұл дүниеде мысалы інімді ұрдырып қойып. Неге ұрасың деп барсам, маған қарай қамшы көтеріп, сонан сол жерден сабас басталды. Енді сол көкпарда енді бәр нәрсені бүйтіп ана көкпарға барасың, кешке таман үйіңе балдар жібереміз. Мына көкпарға барасың, ат тартсаң, кешке таман балдар жібереміз. Сонда біз сол балдардан қорқу деген нәрсені мен алдым біздің мида, мысалы біз ана үлкен кісілермен көкпар шалысып үйреніп қалғанбыз, бізде ондай нәрсе болмағанда, біз көкпар тартып, біздің көкпарымызды тартып алып, біз ырза болып, енді көкпарға дайындалып, және күш жинап келейік, және тартайық деген мнение болғанда бізде. Қазір мысалы үшін жаңағы заттар айтады, көкпардан кейін жолығайық, үйтейік, бүйтейік деген нәрсені бәрін жиыстыру керек деп ойлаймын мен негізше. Көкпар деген нәрсе 45-55 қылып тастау керек көкпарды. Көкпар деген нәрсені ешкім тендерге отырып болмаған. Көкпар халықтікі, бізден де зор адамдар шапқан. Құдайберген, Жексенбай, Сайділла, Медеулер көкпарды шапқан кезде, әшейін мен көрген емеспін бір адамдарға сөйлеп тұрған. Ерғали мысалы үшін, Сүлейіп Ерғали. Көз алартқан көрген адам емеспін. Мысалы үшін жаңа Бақыт деген ағамыз, Елбақұлбақ деген Бақыт деген ағамыз болған, өте жақсы кісі болған. Осы күнге дейін бір адаммен сенменге барғанын көрген адам емеспін мен көкпар шауып жүргенде. Мен өз көзіммен көргенмін ғой, көкпарды шауып, ол кісілерді бір адамдай көкпар шауып өмірден өтті ғой. Ұлының яғызы қызын қия қондырып жатыр. Ол кісілерді адам емес пе? Қазір сонда бәріне сен жаңа 4-5 бала бөліп алып салынып басқа адам не істеу керек көкпарда? Трос қамшымен ұрған дұрыс па, әлде қайсы қамшымен ұрған дұрыс па? Өте орынды сұрақ бұл, Теміржан. Осы нәрсе менің көкейімде көптен бері жүреді. Негізі осы кейінгі кезде шығып кетті. Кезінде аттың көбісі көп қамшы ұрғызбайтын. Жеңіл аттар болатын да. Қазір орыстың аттары көп, польша, орыс шетелдің аттары көп араласты да. Ауыр аттар болды. Мына көкпардың өзі үлкеюіне байланысты. Бірақ негізі кезінде міне қамшы қолды үйді алып келдім мен. Мынаның ішінде брос бар. Өзің осымен кіндікті сондырады. Ол аттың несі қалды? Майда тамырдың бар осы жерде. Бастан ұрады. Мен өзім жеке басым. Бастан ұратын шабандозға ат бермеймін. Атын шаппай қойсын басынан. Шабандоз міндім атты, ат істемеді ма? Ат мынандай болады ғой, ат өмір бақи істемейді. Онда өзіміз сияқты настроениесі болады, болмайды, көңілі болады, болмайды, тоқып қоямыз, қамып қоямыз. Оған кім кінәлі? Аттың егесі кінәлі. Істемей ма? Бір-екі көр істемей ма? Міне, атыңыз істемей жатыр. Деп әкеп, оның басынан өмпештеп, оның кіндігінен ұрып, ол нәрсе аттың болашағына, ұрпағына зиян былай айтқанда. Мүмкіншілік болса, кезінде істейтініміз іріменмен. Кәдімгі іріменмен осы қамшымен, сол қамшымен атқа жеткілікті. Атқа ұру керек, мойын түптен, жан бастан. Осы екі жерден ұру. Екі жерден ұру керек. Ұратын жер осы жер негізінде. Атқа зәбір беру, бұл шариғатта да бұл нәрсе өте жаңағы тыйым салған нәрсе бұл. Дәл осы нәрсе. Енді Есім аға, өзіңіз осы қамшы туралы бір ауыз әңгіме айтып кетіңізші. Бұл енді трос қамшы деген нәрсе өте малға зәбір беру деген нәрсе. Мысалы, жаңағыдай Ғани Қажы деген кісі өте мына қамшыны, трос қамшыны алып тастаңдар деп айтып жатыр дейді. Өте жақсы нәрсе.